Амастырма балалар, қалдарыңыз қалай? Балалар, мынандай бір есеп шығарайық. Ванна үшін су қуаты 20 киловатт газ қыздырғыштың көмегімен қыздырылады. Көлемі 100 литр ваннадағы суды 18 градустан 38 градусқа дейін қыздыру үшін қанша уақыт керек болды? Бұл кезде газдың шығыны, яғни жанған газдың көлемі қандай болады? Судың меншік жылу сыйымдылығы белгілі. Газдың меншік жану жылымы, балалар, бұл жерде 40 мегаджоуль бөлінген метр кубпен алынған екен. Осыны қазір есеп шығару барысында ескереміз. Чешу деп жазып қойып қояйық. Чешу. Енді пайдалы сырқайсызға байланысты формуланы жазып қойық. Етта тең болады. Q пайдалы бөлінген газдың қуаты болғандықтан А атқарылған жұмысты 100%-ға көбейтіп жіберейік. Бұл бірінші теңдеу. Енді Q пайдалымыз біздің суды қайнап жатырмыз ғой. Одан басқа әзір ештеңе істеген жоқ. С Е Т2 минус Т1. Бұл біздің екінші теңдеу. Енді бұл жерде емді үнемі ро көбейтілген В-мен аша саламыз. Сонда бірден пайдалы жылу мөлшері С ро В, бұл судікі балар. Т2 минус Т1 деп жазып қойымызға болады екен. Бұл үшінші теңдеу. Енді бізде газ қыздырғыштың қуаты арқылы, яғни осы газ қыздырғыштың жұмысы атқарады, сол кездегі атқарған жұмысты қуат арқылы өтейік. Ең көбейтілген тау 7 сыныпта бұл формуланы өте жақсы білеміз. 4. Сонымен балалар 3 пен 4-ті бірге қояйық деп жазып қояйық балалар. 3 пен 4-ті бірге қоямыз. Етта тең болады. С ро В Т2 минус Т1 бөлінген ең көбейтілген тау көбейту 100% болды. Бұл біздің балалар 5-ші теңдеу болды. Осы жерден балалар уақытта өріктеп шығарып алайық. Тау тең болады. С ро В Т2 минус Т1, Т2 минус Т1 көбейтілген 100% бөлінген ең көбейтілген етті болды. Не осы жерден уақыт шығарып алайық бұлар? Бәрі бар, физикалық шаманың бәрі. Орнына қойып есептей салайық. 4,2 10-нан 3 дәресі джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус. Судың тығыздығы 10-нан 3 дәресі килограмм бөлінген метр куб. Көлемі бізде балар 100 литр дейді. 100 литр дегеніміз 10-нан минус 1 дәресі 10-нан минус 1 дәресі метр куб болады. 38 градустан 18 градусты алып тастаймыз. Балар 38 градус алынған. 18 градус бірден алсақ, сонда 20 градус деп жазсақ балар бірден. Көбейту 20 градус. Көбейту 100% бөлінген қуатымыз 2 көбейтілген 10-нан 4 дәресі ватт көбейтілген 75%. Енді бірлігі шықса, онда қорытып шығарған формуламыз дұрыс деген сөз балар. Градус пен градус қысқартайық, килограмм мен килограмм қысқартайық, метр кубпен метр кубты қысқартайық. Джоуль бөлінген ватт секунд береді, яғни қорытқан формуламыз дұрыс болды деген сөз. Енді дәрежемен біраз жұмыс істеп жіберейік балар. Дәрежемен 10-нан 4 дәресі 10-нан 3 дәресі одан кейін минус 1 мен минус қысқарсын 3 дәреже, одан кейін нарда табы дәреже кетіп қалсын. Сонда енді есепті 2 мен 2 қысқартып берейік балар. 2 мен 2 қысқартайық. Сонда көп қалған жоқ. 4,2 10-нан 3 дәресі қалды үстінде. Тағы бір дәреже бар. Оны 75-ке бөлген кезде балар 560 секунд болды. 560 секунд. Өздеріңіз асықпай тексеріп аласыздар. Яғни қыздыру үшін кеткен уақытымыз, тау енді бұны 60-қа бөлсек 9 минут екен. 9 минутта 18 градустан 38 градусқа дейін қыздыруға болады екен. Енді бұл жерде балар есеп шартта шығын беріліп тұр. Шығын арқылы, көлем арқылы меншікті жану жылуын байланыстырып тұрайық. Q тең болады. Q2 бөлінген V2 деп жазып қояйық. V2 деп жазып қояйық. Бұл біздің 7-ші теңдеу болсын. Енді балар біз
бұны бірлік көлемдегі жаққан бірлік көлемде жаққан газда бөлінетін жылу мөлшері деп айтуға болады. Яғни 1 метр кубта мысалы қанша газ жаққан кезде қанша газдың жылу мөлшері бөлініп шықты, оны Q деп белгілейді екенбіз. Бұның бірлігін өзі қарайтын болсақ болар. Қазір есеп шығарғанды керек. 1 жол бөлінген метр куб болып тұр. Енді бізде А қыздырғыштың атқарған жұмысы етті барлығы қыздыруға кетпейді, біраз бөлу ғана. Бұл біздің 2-ші теңдеу болсын, 8-ші теңдеу болсын болар. Ал енді және ғана жазғанбыз ең көбейтілген тау деп. Бұл қайдан 9 деп жазсақ болар. Теңдіктің сол жағы тең, оң жағы тең. Осы жерден етті Q2 тең болады, ең көбейтілген тау деп жазуымызға болады екен. 10. Осы жерде Q2 тау болады. Q2 тең болады, ең көбейтілген тау бөлінген етті. Бұл 11. 11-ді 7-ге қойық деп жазайық болар. 11-ді міне белгілеп отырған бір жақсы осы болар. 7-ге қоямыз. Сонымен Q тең болады. Q2-міз ең көбейтілген тау бөлінген етті көбейтілген V2. Міне қанша газ жанды, соның шығынын қанша көлемде газ жанды осы арқылы формула арқылы тауып алуымызға болады екен. 12. Осы жерден V2-ні өрнектеп шығарсақ болар. V2 тең болады ең көбейтілген тау бөлінген етті көбейтілген Q болды. Бұл 13. Oldu бәрі бар. Орны қойып есептеу ғана қалды. Еніміз 20 киловатт балар. 2 көбейтілген 10-4 дәрежесі ватт көбейтілген тауымыз 560 секунд болды. Еттамыз 75. Коэффициент түрінде жазсақ болар бұл жерде енді 0,75 көбейтілген Q'мыз 4,17 дәрежесі. 4 көбейтілген 10,17 дәрежесі жол бөлінген метр куб балар бұл жерде. Метр куб. Сонымен ватт көбейтілген секунд жолды береді. Міне бірлігі шықты балар. Жолмен қысқартып жібереміз. Мұнда бізде шықты. Ешқандай қиын ешнәрсе қалған жоқ. Калькулятормен есептеуге қалды. Метр куб шығады екен. Бұл дегеніміз 400 литр. Сонымен балар V2 тең болады 400 литр болды. Ал уақытымыз 18 градустан 38 градусқа дейін қайнату үшін 9 минут болыпты. Минутпен жазсақ болар. Жауап деп жазып қояйық. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.